Сәлеметсіздер ме? Құлжанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті. Технологиялық факультет, жеңіл өнеркәсіп технологиясы және дизайн кафедрасы. Дизайн ойлау сабағы. Техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырған профессор Байжанова Жазира Болатбековна. Бүгін бізде 3-ші дәріс ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми білімнің орталық саласы физика, химия, космология, кибернетика, биология, антропологиялық ғылымдар, әлеуметтік ғылымдар, техникалық ғылымдар. Философия бұл ғылым саласы да, дүниетанымдық жүйе, сондықтан ол жоғарыда айтылғандай ерекше орын алады. Математика ерекше орынға ие ғылыми білімнің жеке саласы. Өйткені оның пәндік барлық басқа да ғылымдар зерттейтін құбылыстар мен процестердің формальды модельдерінің құрылысы болып табылады. Практикалық ғылымдар. Оларды қызметтік немесе технологиялық ғылымдар деп те атауға болады. Медицина, педагогика, технологиялық ғылымдар және оның ішінде методология кіреді. Орталық аймақ. Физика, химия, космология, кибернетика, биология, антропологиялық ғылымдар, қоғамдық ғылымдар, техникалық ғылымдар, практикалық ғылымдар, медицина, педагогика, технологиялық ғылымдар, методология. Әртүрлі ғылымдардың өздерінің эпистемологиялық деңгейімен едәуір ерекшеленеді. Бір жерде күшті ғылымдар бар, ғылымның эпистемологиялық идеалы математика, физика және басқа да жаратылыстану ғылымдары бар. Олардың теориялары қатаң дедуктивті негізге сүйенеді. Ғылыми білімнің негізгі салаларына сәйкес олардың осындай келесі түрде ұсынуға болады. Ледниевтің пікірі бойынша философия екіге бөлінеді: математика және практикалық ғылымдар. Екінші жағынан әлсіз эпистемологиялық тұрғыдан алғанда ғылымдар бар. Атап айтқанда гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар олардың объектілерінің тым күрделілігіне және құбылыстар мен процестердің болжалы әлсіздігіне байланысты. Ракитов әр ғылыми салаға тән келесі сипаттамаларды белгілерді ажыратады. Бірінші, ғылымның әр саласы көп немесе аз ажыратылған таным объектілерінің жиынтығына жатады. Екінші, осы білім нысандарының жиынтығына осы саланың субъектісін құрайтын бекітілген қатынастар, өзара әрекеттесулер мен қайта құрулар ерекшеленеді. Үшінші, тақырып мамандар үшін шектеулі, түсінікті мәселелерді біріктіруге көмек көрсетеді. Таным дамыған сайын олардың жиынтығы бірнешеуін қамтиды. Таным дамыған сайын олардың біріктіріп отыру мүмкін болады және де барлық мазмұны бір сабақтастықта сақтай отырып өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар әрқашанда белгілі бір білім саласының дамуының барлық кезеңдеріне бірдей және оның өзіндік сәйкестігін қамтамасыз ететін негізгі проблемалар болады. Осы білім саласының қабылданған шындығы өлшемдері бар. Бесінші, бізде осы білім саласында қабылданған зерттеу әдістері ұғымды тұжырымдалған мәселелерді шешуге бағынады. Ақиқаттың қабылданған критериялары осы саланың білімі мен объектісіне бағытталған болады. Білімнің бастапқы эмпирикалық негізі бар, яғни тікелей сенсорлық байқау нәтижесінде алынған белгілі бір ақпарат. Жетінші, осы танымдық салаға тән теориялық білім бар, бірақ ғылыми эпистемологиялық идеалын анықтауда пайда болатын теория ұғымымен теңдестіруге болмайды. Оларды білдіру құралдары әрқашан формальды математикалық есептеулермен бола алмайды. Сонымен қатар қатаң мағынада теориялардан айырмашылығы тек логикалық жағынан өзара байланысты заңдылықтар болады. Ұғымдар, білім мен мән мағынаға түсініктері, яғни гипотеза, тұжырымдар, талаптар және тағы да басқа да олардың ерекшелігі эмпирикалық емес екендігі болып табылады. Бұл әсіресе әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарға қатысты. Сегізінші, тек білімнің осы саласына ғана қатаң оқшауланған ресми жасанды тіл жоқ. Дегенмен жартылай кәсіби тұжырымдама туралы
яғни терминдердің мағыналары мен мағыналарының ішінара өзгеруі, олардың кәсіби зерттеу қызмет жүйесіндегі мәселелерді шешуге бейімделуі туралы айтуға болады. Танымның көптеген салалары ұзақ уақыт бойы табиғи тілді қолданып келеді. Тек оның сөздік қорын өзгертеді. Олардың тілі қарапайым тілден өзінің тұжырымдамалық сөздігінен ерекшеленеді, бірақ оның күші ғылымның нұсқасынан басқа да пайдалы ерекше құрылымында емес болып табылады. Функциялар жиынтығын ғылымның әлсіз немесе кең нұсқасы деп атауға болады. Әлсіз эпитет ешқашанда эмоционалды ассоциацияларды тудырмауы керек. Ол ғылыми білімдердің бірқатар салалары күшті нұсқа талаптарына, яғни ғылымның эпистемологиялық идеалына нақты тарихи жағдайларында дамып, белгілі бір деңгейде оның даму деңгейіне сәйкес келмейтін жағдайда түзетеді. Екінші, егер ғылымның әлсіз нұсқасына жататын пәндерді тарихи тұрғыдан қарастырсақ, олардың даму тенденцияларын ескерсек, олар біркелкі болмаса да, олар эпистемологиялық идеалға қарай бет бұрып жатқанын көреміз. Бір кездері мықты нұсқаның астына түсетін пәндер оны толықтай қанағаттандырмады. Және қазіргі кезде ғылымның әлсіз нұсқасына сәйкес пәндердің кейбір топтары жұмыс істейтін кезеңде болмады. Ғылыми зерттеу, түсініктер тобы. Ғылымның өмір сүру және даму формасы. Бұл ғылыми зерттеулер, яғни ғылыми қызмет, бұл жаңа білім алуға және қолдануға бағытталған қызмет. Ғылыми зерттеу бұл объектіні, процесті немесе құбылысты, олардың қатынастарын жан-жақты зерттеуге, сондай-ақ алынған пайдалы нәтижелерді алуға және іс жүзінде қолдануға бағытталған іс-әрекет. Оның объектісі бұл материалдық немесе идеалды жүйе, ал пән бұл жүйенің құрылымы, оның элементтерінің өзара әрекеті, әртүрлі қасиеттері, даму заңдылықтары және де тағы да басқа да. Ғылыми зерттеудің жіктелуі. Ғылыми зерттеулер әртүрлі себептерге байланысты жіктеледі. Қаржыландыру көзіне сәйкес зерттеу бюджеттік, келісімшартсыз және негізсіз болып бөлінеді. Бюджеттік зерттеулер мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. Келісімшарттық зерттеулерді экономикалық келісімдер бойынша тапсырыс беруші ұйымдар қаржыландырады. Негізсіз зерттеулерді ғалымның бастамасымен мұғалімнің жеке жоспарына жүргізуге болады. Ғылым туралы нормативті құқықтық актілерде ғылыми зерттеулер мақсатқа сәйкес іргелі, қолданбалы, ізденіс және де дамыту болып бөлінеді. Ғылыми зерттеулер әртүрлі критерияларға жіктеледі. Және де оған қойылған міндеттерді шешу әдістері, зерттеу нәтижелері, зерттелетін объект түрлері болады. Теориялық зерттеулер объектіні танудың математикалық және логикалық әдістерінің қолдануға негізделген. Теориялық зерттеудің нәтижесі жаңа тәуелділіктерді, пайда болатын құбылыстарды, қасиеттерді және де заңдылықтарын құру болып табылады. Теориялық зерттеулердің нәтижелері практикамен расталуы керек. Теориялық және тәжірибелік зерттеулер теориялық зерттеулердің толық масштабтағы үлгілерге немесе модельдерге кейінгі тәжірибелік тексеруден қарастырылады. Әртүрлі белгілер бойынша ғылыми зерттеулер түрін жіктеу. Нәтижелерді қолдану аумағы теориялық, эксперименталды, нысанның зерттелетін қасиеттері дифференциалды, кешенді, зерттеу орындалатын орын, зертханалық өндірістік, қолданылатын нысандар түрлері табиғи модельді, зерттеулердің орындалу кезеңдері ізденістік, ғылыми зерттеулер жұмыстары, тәжірибелі өндірістік әзірлемелер. Эксперименттік зерттеулер зертханалық жағдайда толық масштабты үлгілерде немесе үлгілерде жүргізіледі. Олардың негізінде жаңа қасиеттер, тәуелділіктер мен заңдылықтар орнатылады. Сонымен қатар алдыңғы қатарлы теориялық қағидаларды растауға қызмет етеді.
іргелі зерттеу түбегейлі жаңа теориялық мәселелерді шешуге, жаңа заңдылықтарды ашуға, жаңа теориялар мен жасауға бағытталған. Олардың негізінде ғылымның техникалық және өндірістік нақты салаларының қажеттіліктеріне байланысты көптеген қолданбалы мәселелер шешіледі. Қолданбалы зерттеулер дегеніміз жекелеген салалардың дамуының практикалық мәселелерін іздестіру, іргелі зерттеулердің нәтижелері бойынша жаңа техникалық құрылғылар мен зерттеулер, жаңа технологиялар, материалдар, жаңа препараттарды құру болып табылады. Кешенді зерттеу дегеніміз бір объектінің гетерогенді қасиеттерін зерттеу, мысалы, қауіпсіздіктің, қызмет көрсетудің, сенімділіктің өлшемдеріне сәйкес жаңа көліктің сенімділігін зерттеу. Дифференциалды зерттеулер бір немесе бірнеше нысандардың біртекті қасиеттерін немесе бір тобын зерттейді. Зертханалық жағдайда жүргізілетін зерттеулер зертханалық, ал өндірісте өндірістік деп аталады. Толық масштабты зерттеулер толық масштабты объектіде жүргізіледі. Мысалы, биологиялық зерттеулерде жануарлар немесе өсімдіктер популяциясы, социологиялық зерттеулерде адамдар тобы, ғылыми техникалық зерттеулерде өндірістік жағдайда жұмыс істейтін техникалық объект немесе жүйе болып табылады. Тағы да басқалар болады. Модельдік зерттеулер модельді қондырғыда өткізіледі. Инженерлік есептерде көптеген зерттеулер модельдер немесе үлгілер бойынша жүргізіледі. Өйткені бұл зерттеулер зертханалық базаны құруды айтарлықтай жеңілдетеді. Ал көптеген жағдайларда толық масштабтағы сынақтарды жүргізу мүмкін емес. Зерттеулер негізі ғылыми техникалық проблеманың дамуындағы алғашқы кезең болып табылады және мәселені шешудің іргелі қағидаттарын, тәсілдері мен әдістерін белгілеу мақсатында жүзеге асырылады. Зерттеу жұмысы негізгі проблеманың дамуындағы екінші кезең. Оның мақсаты әрі қарайғы инженерлік шешімдердің алғышарттарын жасайтын қажетті тәуелділіктерді, қасиеттер мен заңдылықтарды құру болып табылады. Үшінші кезең пилоттық индустриялық даму. Оның негізгі міндеті зерттеулердің практикалық іске асыру, яғни өндіріс жағдайдағы сынақтан өткізу. Зерттеу ұзақтығына сәйкес ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және жедел зерттеулерге бөлуге болады. Зерттеу нысандары мен әдістеріне байланысты эксперименттік, тарихи, биографиялық және аралас типтегі зерттеулер ажыратылады. Білім теориясында зерттеудің екі деңгейі бар: теориялық және эмпирикалық. Зерттеудің теориялық деңгейі танымның логикалық әдістерінің басым болуымен сипатталады. Бұл деңгейде алынған фактілер логикалық тұжырымдамаларды, заңдылықтарды, ойлаудың басқа формаларын қолдана отырып зерттеледі. Теорияның білімнің құрылымдық компоненттері проблема, гипотеза және теория болып табылады. Мәселе дегеніміз күрделі теориялық немесе практикалық мәселе, оны шешу әдістері белгілі немесе толығымен белгілі емес. Әзірленмеген мәселелер келесі белгілермен сипатталады. Олар белгілі бір теория, тұжырымдама негізінде пайда болады. Бұл қиын, стандартты немесе стандартты емес міндеттер. Олардың шешімі танымда туындаған қайшылықты жоюға бағытталған, мәселені шешімдері белгісіз. Әзірленген мәселелерді олардың шешудің нақты немесе аз нұсқалары бар. Гипотеза белгілі бір нәтиже тудыратын себепті, тексерілетін объектілерді, құрылымдық элементтердің ішкі және сыртқы қатынастарын сипаттап, тексеруді және дәлелдеуді қажет ететін болжам. Ғылыми гипотезаның келесі сипаттамалық сипаттары бар: өзектілік, яғни ол сенетін фактілерді қатыстылық; эмпирикалық верификация, бақылаушы немесе эксперименттік элементтермен салыстыру; ерекшелік анықталмайтын гипотезалар болып табылады. Қолда бар ғылыми білімден үйлесімділік. Гипотезаның түсіндірмелік күш болуы керек, оны растайтын фактілердің белгілі бір саны, салдары гипотезадан шығарылуы керек. Фактілердің көпшілігі алынған гипотеза түсіндірме күшіне ие болады. Сипаттамалық гипотеза бұл объектілердің маңызды қасиеттері, зерттелетін объектісінің жекелеген элементтері арасында қатынастардың табиғи туралы
болжамы. Түсіндіру гипотезасы себеп салдардың байланыстың болжамы болып табылады. Болжалды болжам зерттеу объектісінің даму тенденциялары мен заңдылықтары туралы болжам. Қорытынды: ғылыми білім адамзаттың әлемді тануының жоғары ұйымдасқан формуласы. Ол әртүрлі ғылым салаларының өзара байланысы мен ерекшеліктеріне негізделеді. Литневтің моделі ғылыми құрылымның жүйелі түрде көрсетіп, философия мен математиканың ерекше рөлін, орталық табиғи техникалық салаларының маңызы мен практикалық ғылымдарының қолданбалы бағыттарын айқындайды. Ғылымдар эпистемологиялық деңгейіне қарай күшті және әлсіз болып бөлінгенімен, олардың барлығы тарихи даму барысында орта ғылыми идеалға, дәлдікке, жүйелікке немесе теориялық негіздікке ие болады. Ғылыми зерттеулер ғылымның негізгі өмір сүру формасы, ол жаңа білім алуға бағытталған және теориялық, эмпирикалық, эксперименттік, іргелі немесе қолданбалы сипатта болуы мүмкін. Ғылыми зерттеулердің әртүрлі типтері зертханалық, модельдік, кешенді, дифференциалды, күрделі құбылыстарды жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді. Осылайша ғылыми білімнің құрылымы мен ғылыми зерттеу әдістері адамзаттың танымдық мүмкіндіктерін кеңейтіп, ғылымның үздіксіз дамуы мен практикалық қолдануын қамтамасыз етеді. Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар. Осы сұрақтар бойынша жауап берулеріңізді сұраймын. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.